Сәлем оқырман. Альмира ханым көрінбей кетті деп жатқан едім кеше болса Инстаграм желісіне шықты. Ол болса эфирдің сыртында отырған және де осылай жазған екен. Дайрект толып қалыпты түрлі пікірге. Мен жұмыстамын, кадр сыртындамын уақытша деді Альмира. Соған қарағанда қайта эфирге шығатын көрінеді. Не үшін қазір эфирге шықпай жүр, қалай ойлайсыздар? Диана ханым келуіме мүмкін бе? Әлде басқа жүргізуші ала ма? Қалай ойлайсыздар, эфирге кім оралады? Ал Мұса болса жобадан шығып әлі Астана қаласында жүр. Оның да кеше жүктеген түсініксіз видеосы шықты. Алдында ғана әділетсіздік көп жерде көп, бірақ енді бұл нәрсені жаруымыз керек, бұзуымыз керек. Осындай қалпымызбен біз жеңіске жетеміз иншалла деп жатырған еді Мұса. Кеше болса кешірім сұрады, бірақ нақты кімнен екенін айтпады, ал көрейік не айтқанын. Араларымызда ренжіткен, көңілі қалған жандар болса кешірім сұраймын. Аллах тағала бәрімізді кешірсін. Мені де кешіріңіздер, мен сіздерді кешірдім. 5 күндік қамшының шабындай қысқа өмірде Аллах тағала сауаптан жазып. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін баршамызға. Аман жүріңіздер, жұма қабыл болсын деді. Ештеңке айтпай, бәрінен кешірім сұрағаны бір түрлі түсініксіз болды. Болса, кешірім сұрайым. Аллах тағалам баршамызды кешірсін. Мені де кешіріңіздер, мен сіздерді кешірдім. Жалпы келіспеушілікті алдыңғы уақытта Мұса мен Альмираның арасында байқалатын болды. Қазір болса Бауыржанның өзі жүргізіп жатыр. Және де өзі ақ жүргізгені де жақсы. Мұса жобадан шыққан болса, Альмира қалды, тек уақытша босатылған көрінеді. Не үшін деп ойлайсыздар? Көреміз алда не болатынын. Ал көрерменнің пікірін оқып көрейік. Бауыржан өзі ақ дұрыс жүргізіп жатыр, осылай дұрыс болды. Альмира созып жіберетін еді, Бауыржан молодец тарс-тарс еткізіп тұралықты жеткізіп жүргізіп жатыр. Коррупция бар жерде ештеңке дамымайды. Альмираның көкбет 3 қызын жобадан қуу керек. Цирк емес, ерсі мимика, жеркенішті гримаса. Не сұмдық? Мұса дұрыс айтты Альмираға. Альмира жұрттың бәрінің аузын жауып, Бауыржанға да аузында жап сен емес мені үйрететін деп. Енді сол сөзді Мұсаға да айтты ғой. Ол қайдан шыққан, Диананың тырнағына да тұрмайтын надан, мәдениеттен жұрдай. Еркекті сыйлауды білмейді, азаматының арқасында жұмыс істеп жүргенімен шаруасы жоқ. Ал сіз қалай ойлайсыз?